Барлықтарыңызға сәлем. Доп ойнаған азар арнасына қош келдіңіздер. Уақыт өте келе Миланның 9 нөмері бір қарғыстың құрбаны екеніне көзіміз жетуде. 2012 жылы Филиппо Инзаги карьерасын аяқтағаннан кейін 9 футболшы осы нөмерлі футболканы киген болатын. Олар өздері арасында серияда жалпы небәрі 29 гол соқты. Мысалы, тек осы маусымда коронавируске байланысты сезонның тоқтатылуына дейін, яғни 6 ай ішінде Чиро Иммобиле соққан голдардың саны 27. Миланның соңғы 9 номері Кристоф Пьонтектің көрсеткен ойыны да қарғыстың бар екендігіне дәлел. 2018-2019 жылғы маусымды Дженоа сапында керемет бастаған Пьонтек Миланға 2019 жылғы қаңтар трансфері кезінде ауысты. Сол кездегі спорт директоры Леонардо 9 номерді алу үшін бірінші поляктың оған лайықты екенін дәлелдеу керектігін айтқан болатын. Ол Миланда маусымның екінші жартысында 19 номермен 9 гол соқты. Соның арқасында Миланның бостары оған 9 номерді кию құқығын берді. Содан кейін ол гол соғуын тоқтатты. Поляк шабуылшысы жаңа маусымда небәрі 4-ақ голдың авторы атанып, қаңтарда Милан оны берлиндік Гертаға сатып жіберді. Инзагиден кейін осы номерде ойнаған басқа көптеген футболшылар болды. Пьонтек сияқты жұлдызы енді жарқырап келе жатқан Матиа Дестро, Андре Силва сияқтылармен қатар, өзінің гол соғу қабілетін әлде қашан дәлелдеген атақты шабуылшылар Фернандо Торрес пен Гонзало Игуаин де бар. Бәрі тырысты, өздерінің және Миланның өкінішіне орай барлығы сәтсіздікке ұшырады. Номердің қарғысы бразилиялық вундеркинд Алешандро Патодан бастау алады десек болады. Олсыз да жарақатқа толы карьерасы оның 2012 жылы 7 номерді 9 номерге ауыстырғанда не болғанын өздеріңіз де түсініп тұрған шығарсыз. 6 ай бойы жарақатынан оралған соң, ол бірде-бір гол соқпады. Сосын ол отанына оралып Коринтиансқа қосылды. Алессандро Матри 2013 жылы Ювентустан сатып алынды. Ол 15 серия матчында жалғыз гол соқты. Сөйтіп қысқы трансферде Фиорентинаға жалға беріліп, Сан-Сироға қайтып еш оралмады. Бір маусымда екі футболшының да 9 номерді киген кездері де болды. Маусымның бірінші жартысында Торрес, ал екінші жартысында Дестро. Екеуі жабылып жүріп тек 4 гол соқты. Сол кезде Миланның бапкері қызметін атқарып жүрген Инзаги амалдың жоғынан француздық вингер Жереми Менезді страйкер ретінде ойнатып жүрді. Шахтер Донецктен 2015 жылы жалға алынған Луис Адриано да 9 номерде өнер көрсетті. Бірақ біліп отырғаныңыздай тағы да сәтсіз. Ол 33 матчта тек 4 гол соқты. Кейіннен бұл номер Джанлука Лападулаға өтті. Серия Б-да Пескара сапында күліп ойнап гол соғып жүрген ол, серияда гол соғумен қиналды. Ол 27 серия матчында 8 голдың авторы атанды. Сол кездегі қытайлық қожайындардың ретсіз жұмсаған 200 миллион евро трансферлері арасында көп мақталған португалиялық Силва да бар. Оның да Сан-Сирода жолы болмады. 24 серия матчында 2 ғана гол соқты. 2018 жылдың тамыз айында Ювентустан жалға келген Игуаин осы жайт жайлы былай деген: "Мен қиын тағдыры бар бірнеше номерде ойнадым. Сол себепті 9 номер мен үшін проблема емес." Осы сөзінен кейін ол 5 айдың ішінде 6 голдың авторы атанып, өзінің бұрынғы бапкері Маурицио Сарри жаттықтырып жүрген Челсиге қосылды. Жалпы алғанда Инзагиден кейінгі кезеңде тек 5 футболшының соққан голдары 2 таңбалы санға жетті. Олар Стефан Эль Шарауи, Джампаоло Пацини, Марио Балотелли, Карлос Бакка және Патрик Кутроне. Алайда олар атақты номерді кимеді және әрқайсының соққан голдары 20-дан аз болды. Миланның жанкүйерлері жақсы күндердің келетінін күтуде. Бірақ қазіргі клубтың экономикалық жағдайы олардың әлемнің топ ойыншылары үшін таласта аутсайдер екенін көрсетеді. Кезінде Милан трансфер нарығының фавориті болатын. Ал қазір ПСЖ, Реал, Барселона мен Манчестер Сити сияқты суперклубтар Миланды әлде қайда артта қалдырып кетті. Миланның ең қымбат трансфері Ювентустан 42 миллион евроға сатып алынған Леонардо Бонуччи. Трансфер нарығында сапалы центр форвардтарға деген бәсекелестік өте тығыз. Сол себепті Милан әлі тәжірибесі аз. Футбол әлеміне өзін әлі дәлелдемеген Силва, Пьонтек немесе өткен жылы алынған Рафаэль Леао сияқты футболшыларды сатып алуына тура келеді. Миланның өткен және қазіргі дәуіріне тікелей қатысы бар бір ойыншы еске келеді. Әрине бұл Миланның
2011 жылғы соңғы скудеттосының символы Златан Ибрагимович. Ол LA Galaxy'ден оралғалы бері 8 матчта 3 гол соғып үлгерді. Ол өзіне 21 номерді таңдап алды. Алайда Златан 9 номерді алатын болса, сол номердің қарғысын жоятынына сенетіндер жетерлік. Кімде-кім арқасындағы 9 номермен гол соғатын болса, мен қуанамын. Бұл қарғысты тоқтату керек. 9 номерді айналымнан шығару дұрыс болмайды. Бұл номерді әрдайым бір футболшы киіп жүруі керек. Ибра бұл номерді таңдайтынына үміттенемін, өйткені оның кең иықтары осындай жүкті көтеретініне сенімдімін, деп Инзаги Sky Sportsқа берген сұхбатында айтқан болатын. 38 жасар Ибрагимович 9 номермен Ajax, Juventus, Barcelona, Manchester United және LA Galaxy атты клубтарда сәтті өнер көрсетті. Және Златан үшін 9 номерде ойнау қиын тапсырма болмайтыны анық. Ал қазірше 9 номер қарғысы әлі де жалғасуда. Алайда әрине болашақта бұл қарғысты аяқтайтын футболшының шығары анық. Егер де видеоролик ұнап жатса және де осындай қызықты видеоларды көргіңіз келсе, лайк басып, доп ойнаған назар арнасына тіркелулеріңізді сұраймын. Тамашалағандарыңыз үшін рахмет, сау саламатта жүздескенше.